Қайырлы күн, құрметті қатысушылар мен көрермендер. Бүгінгі бізде пікірсайыстың тақырыбы жасанды интеллект және адамзат. Жалпы пікірсайысымызды бастамас бұрын мақсаттарына айтып өтетін болсам, жалпы жасанды интеллекттің қоғамға әкелетін артықшылықтар мен ықтимал қауіптері және осы қауіптер мен пайдаларын талдай отырып, нақты бір ұсынымдарды, жолдарын ұсыну болып табылады. Енді әділқазы мүшелерімен танысып өтетін болсақ, 11 сынып оқушылары Шанабаев Қуат, Алданыш Ернұр. Енді бізде екі топқа бөлінеді, әдеттегідей даттаушы және жақтаушы топтар. Бұл пікірталасқа 9 және 10 А сынып оқушылары қатысады. Жақтаушы топ мүшелері Нұрберге, Жұлдыз, Жанбота. Даттаушы тобы Жайнар, Нұрсәуле, Нұрғиса. Келесі кезекте енді дебаттың ережелерімен, яғни топ спикерлеріне қойылатын талаптармен бөлісетін болса, дебат ережелерін сақтау, тақырыптан ауытқымау, сөйлеу шеберлігі, жоғары мәдениеттілік және өзіндік айқын көзқарастың болуы. Енді екі топқа кезек берейік. Жалпы бізде төрт кезең бар. Бірінші кезең, яғни тараптардың ұстанымы, әр топқа 6 минут беріледі. Екінші кезең дәлелдерді дамыту, әр топқа 5 минут беріледі. Үшінші кезең сұрақ-жауап, әр тарапқа 3 минут. Соңғы қорытынды кезең, әр тарапқа 4 минут, яғни қорытынды шешімдер ұсыну. Ескерту, бізде берілген уақыттар бойынша әр тараптың мүшелері сол уақытты қатаң сақтауы тиіс, және төрешілер уақытты ескертіп отырсаңыздар. Бірінші кезең. Армысыздар, құрметті жиналған аудитория және қарсылас тарап. Бүгін біз мен 9 А сынып оқушысы Нағашыбайұлы Нұрберген, үкімет тарапының бірінші спикер және топ басшысымын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жасанды интеллект және адамзат тақырыбын талқылаймыз. Біздің позициямыз жасанды интеллекттің дамуы, жасанды интеллект адамзаттың дамуына оң әсерін беріп, технология және оның пайдасы қоғамға әлі күнге дейін жасанды интеллект қоғамға өз пайдасын тигізетінін дәлелдеу. Менің сіздерге бүгінгі міндетім жасанды интеллекттің не екенін түсіндіріп және оның негізгі пайдасын көрсету. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не? Жасанды интеллект дегеніміз бұл компьютерлер мен машиналардың адам сияқты ойланып, шешім қабылдап және де мәселелерді шешу қабілеті. Жасанды интеллект алгоритмдер мен үлкен деректерді өңдеу арқылы жұмыс істейді. Жалпы жасанды интеллект екі топқа бөлінеді. Тар бағытталған жасанды интеллект. Мысалы, ол барлығымыздың смартфондарымызда орналастырылған Siri немесе Google Ассистент сияқты көмекшілер. Екінші жалпы жасанды интеллект. Бұл адам миына ұқсас ойлау қабілеті бар, сұрақтарға жауап беретін түрлі қондырғылар. Жалпы жасанды интеллекттің пайдасы. Жасанды интеллект қазіргі таңда көптеген салаларда өзінің орнын алып отыр. Мысалы, экономикалық салада өндіріс пен қызмет көрсету саласында еңбек өнімдерін арттырады. Жасанды интеллект қазіргі таңда түрлі зауыт фабрикаларда адам орнын алмастырып, өнімділікті 2-3 есе арттырған. Және де интернетте клиенттерге көмек көрсету үшін түрлі чат-боттар адамдарға материалдарды ұсынуда. Медицинадағы жетістіктер. Диагностикада жасанды интеллект дәрігерлерге ауруларды ерте кезінде табуға көмектеседі. Мысалы, қатерлі ісік ауруын жасанды интеллект адамнан гөрі 3 есе тез табатыны дәлелденген. Жалпы жасанды интеллект хирургия кезінде қателікті азайту үшін қолданылады. Жасанды интеллект білім беру саласында өзінің ойып тұрып орнын алған. Мысалы, жеке оқыту жүйелері әр оқушының қажеттілігіне қалай білім жоспарын жасайды. Мысалы, Хан Академи білім беру платформасы осы жасанды интеллекті өзінің негізі ретінде бекіткен. Климат және экология. Энергияны тиімді пайдалануды осы жасанды интеллект жоспарлап, экологиялық мәселелерді тиімді шешудің шешімдерін өзі көрсеткен. Жалпы жасанды интеллект күнделікті өмірде өзіміздің смартфондарға орналастырылып, дауыстық көмекшілер ретінде түрлі чат-боттар адамдарға көмектеседі.
Қорытындылай келе, жасанды интеллект бұл технологияның дамудың негізгі қозғалтқыш күші. Ол экономиканы дамытады, денсаулық сақтауды нығайтады, білім беру жүйесін тиімдетеді және күнделікті өмірді жеңілдетеді. Сондықтан біз жасанды интеллектті тиімді пайдаланып, оның артықшыларын игеріп, қоғамның игілігіне қолдануымыз қажет. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, дебатсүйер қауым. Сіздермен даттаушы топтың бірінші спикері Тенелгенқызы Нұрсәуле және де сәлеметсіздер ме қарсылас топ. Бүгінгі бізге берілген қарар жасанды интеллекттің пайдасы мен зияны. Біздің позициямыз жасанды интеллект қоғам үшін зиян деп қарастырылады. Және де бүгінгі пікірталас адамзаттың болашағы үшін аса маңызды тақырыпты қозғап отыр. Жасанды интеллект әрине таңғажайып жаңалық, бірақ біз оның көлеңкелі жақтарын да ұмытпауымыз қажет деп санаймыз. Жасанды интеллекттің дамуы әлемде тек жақсылыққа жетелейді деп ойлау қате түсінік. Мен бүгін сіздерге, жалпы біздің тарап сіздерге бүгін соның зиянды жақтарының және де қауіпті жақтарын дәлелдеуге тырысатын болады. Ең алдымен жасанды интеллект дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтқанда, бұл адамның ойлау қабілетінен шабыт алған, бірақ адамның орнын басуға ұмтылатын технология. Бір қарағанда пайдалы көрінуі мүмкін, дегенмен де оның зиянды жақтары әлде қайда күрделірек. Ең біріншіден жұмыссыздық. Жасанды интеллект адамдардың жұмысын алмастырып, миллиондаған адамды күнкөріс көзінен айыруы ғажап емес. Бұл қоғамда экономикалық теңсіздік пен әлеуметтік шиеленістерді күшейтеді. Болашақта біз адамдар емес, тек роботтар жұмыс істейтін қоғам күтіп тұрса, бұл прогресс емес, керісінше кері кету деп есептеймін. Бақылаусыздық пен жауапкершіліктің жоқтығы. Жасанды интеллекттің шешімдері қате болған жағдайда кінәні кім көтереді? Жалпы адам өміріне әсер ететін факторларды және де шешімдерді роботтарға сеніп тапсыру адамгершілік пен әділдіктің қағидаты деп санамаймын. Мысалы, автономды көліктер немесе денсаулық сақтау салаларында жасанды интеллект қателері орны толмас қасірет зардаптарға әкелуі мүмкін, адамзаттың қауіпсіздігіне жауап бере алмайды. Жасанды интеллекті адамның ол сезімдер мен моральдық құндылықтарын және әлеуметтік алгоритмдерін түсіне алмайды. Ода сезім мүшесі жоқ. Ол тек өзіне енгізілген алгоритм бойынша жұмыс жасап, деректерге сәйкес келмейтін шешімдерді де шығаруы ғажап емес. Сонымен қатар, тіпті кейбір жасанды интеллекттер бар қазіргі қоғамда. ChatGPT, Alexa деген секілді көптеген интеллекттер пайда болды. Осы интеллекттер адамның ішкі ойын айтып, ақтарылуға дейін дос секілді, тіпті психолог секілді сөйлесе алатын жағдайға жетуде. Ал ондай интеллекттердің кеңесіне жүгініп, олардың тілдесуі қаншалықты дұрыс? Себебі ата-анадан алу керек кеңесті интернеттегі интеллекттен алу бұл дұрыс деп санамаймын. Сол секілді жұмыс тапшылығы да орын алады. Бұрынғыда есепші, аудармашы және де олар түгілі ақын жазушылардың өзі қазір керек болмай қалды. Себебі қазірде жас жеткіншектер оқушылардың өзі жасанды интеллекттің арқасында дайын ақпараттарды қолданып, дайын эссе шығармаларды жазып алып жатады. Бұның өзі баланың ойлау қабілетінің бұзылуына және де терең ойдың қалыптасуына, саналы ұрпақтың қалыптасуына кедергі тудырады. Жалпы сіздерге айтар қорытындым, адам миында 100 миллиардтан астам нейрон бар, ал осы жасанды интеллект дегеніміз біздің миымыздағы нейрон жүйелерді жасанды жолмен қайталауға тырысатын технология. Егер де жасанды интеллектерде себебі мен салдарына жететін нейрон жүйесі пайда болса болашақта, адамдардың қажеттілігі де болмай қалуы ғажап емес, және де бұл үлкен үрей тудырады. Бұны бастап дамушы жағдай жасап жатқан әрбір айтишник мамандар немесе шетелдегі көптеген ғалымдардың жасап, кейін тоқтата алмай тындай жағдайға жетсе,
қызығына еніп шыға алмай қалып жатқан жағдайларда бұл ең үлкен дүниежүзілік немесе әлем бойынша қауіпті тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, құрметті қазылар, біз жасанды интеллектті толық бақылауда ұстап отыру мүмкін емес деп санаймыз. Егер де жасанды интеллект бізге тәуелсіз әрекеттер жасай бастайтын болса, сондай деңгейге жетсе, ол адамзатқа қарсы қолданылатын қаруға айналуы мүмкін. Бұл ғылыми фантастика емес, бүгінгі күннің шынайы қаупі деп санаймыз. Сөз бергендеріңізге рахмет. Сәлеметсіздер ме, көрермендер және қарсы топ. Мен бүгін жақтаушы топтың екінші спикер ретінде сөйлейтін боламын. Бірінші аргумент: экономикалық және тиімді. Жасанды интеллект адамзаттың еңбек өнімділігін арттырады. Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, медицина және білім беру саласында жасанды интеллект арқылы көптеген процестер автоматтандырылып, уақыт пен ресурстар үнемделеді. Мысалы, біз өндірістегі робототехника адам күшін талап ететін ауыр жұмыстарды орындайды, ал алгоритмдер болса кәсіпорындарға шығынды азайтуға көмектеседі. Бұл өз кезегінде экономиканы ілгерілетеді. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша жасанды интеллект енгізілген компаниялардың табысы орташа есеппен 15-20%-ға өседі. Мысалға алсақ, робототехника, автокөлік өндірісінде қолданылатын роботтар. Мысалы, біз Tesla өндіріс желісінде адам күшін қажет етпейтін, бірақ жоғары сападағы жинақтау жұмыстарын атқаратынын білеміз. Алгоритмдер болса, Amazon компаниясының логистикада қолданатын алгоритмдері, олар тұтынушыларға қызмет көрсету мен жеткізуді оңтайландырады. Нәтижесінде олар шығындары азаяды. Екінші, жасанды интеллект ол медицина мен ғылымға үлкен пайдасын тигізеді. Жасанды интеллект медицинаның дамуына серпін беруде. Жасанды интеллект диагноз қоюда дәрігерлерден әлдеқайда жылдам және дәл жұмыс істейді деп санаймыз. IBM Watson секілді жүйелер мыңдаған медициналық зерттеулерді оқып, науқастың ауруын анықтай алады. Сонымен қатар, генетикалық зерттеулерде жасанды интеллект аурулардың алдын алу үшін дәрілерді тезірек ойлап көмектеседі. Адам өмірін ұзарту, ауруларды жою біз жасанды интеллекттің жетістігі екенін білдік. Және IBM Watson бұл жүйе онкологиялық ауруларды диагностикалауда дәрігерлерге көмек көрсетіп, науқастардың тарихын талдау арқылы ең тиімді емдеу әдісін ұсынады. Және біз Tempus генетикалық деректерді талдап, онкологиялық науқастарға арналған емдеу жоспар құрайды. Және жасанды интеллект білім саласында жаңа мүмкіндіктерді ашуда. Әлемнің кез келген түкпіріндегі балаға сапалы білім алуға үлкен мүмкіндік береді. Жасанды интеллектпен жабдықталған әрбір платформалар әр оқушыға жеке оқу бағдарламасын әзірлеп, олардың қабілетіне қарай білім береді. Мұның бәрі білімдегі теңсіздікті жояды. Мысалы, біз ChatGPT, Gamma, Gemini сияқты жасанды интеллектке негізделген бағдарламаларды білім беруде қолданамыз. Және осы бағдарламалар білім беруде, зерттеу жұмыстарында және осы күнделікті сұрақтарымызға үлкен таптырмас бағдарлама болып саналады. Одан басқа Khan Academy платформасы әр оқушының деңгейіне сәйкес оқу материалдарын ұсынады. Осылайша білім алудағы теңсіздікті жояды. Coursera жасанды интеллект арқылы курстарды ұсына отырып, әлемнің түкпір-түкпіріндегі студенттерге жоғары білім алуға үлкен мүмкіндік береді. Жасанды интеллекттің қауіпсіздік пен қоршаған ортаға қосатын үлесі ол адамзаттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде үлкен маңызды рөл атқарады. Киберқауіпсіздік саласында зиянды әрекеттерді алдын ала анықтап, ақпараттарды қорғайды. Сонымен қатар жасанды интеллект арқылы экологиялық мәселелерді шешуге болады. Қазіргі заманда жасанды интеллект табиғи апаттарды болжау, қоршаған ортаны қорғау, энергияны тиімді пайдалану сияқты салаларда үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Мысалы, климат алып платформасы климат өзгерістерін алдын ала болжап, тиісті шараларды қабылдауға көрсетеді. Және Darktrace жүйесі кибератакаларды алдын ала анықтап, компаниялардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сонымен қоса жасанды интеллект адам мүмкіндіктерін арттырады. Жасанды интеллект ол адамзаттың шектеулерін жояды.
Мысалы, мүгедектерге арналған робот протездер немесе нашар көретіндерге арналған жасанды интеллект шешімдері адамдарға толыққанды өмір сүруге үлкен мүмкіндік береді. Жасанды интеллект адамдарды алмастырмайды, керісінше оның қабілетін кеңейтеді. Көбісі ойлайды, жасанды интеллект адамның миын улайды деп, яғни оның қабілетін жейді деп, ал керісінше жасанды интеллект керісінше оның қабілетін кеңейтеді деп санаймын. Мысалы, робот протездер Doston Dynamics компаниясының робот протездері мүгедектерге қозғалыс еркіндігін беріп, оларға қоғамдық өмірге белсенді қарауға мүмкіндік береді. Және Neuralink мидағы нейрондық белсенділікті оқу арқылы ми-компьютер интерфейсін жасайды. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен Мақсатқызы Жайнар, екінші спикермін. Мен сіздерге ребатылға шығайын деп тұрмын. Жаңа екінші спикерлеріңіз айтып кеткенде Genius, Gamma, ChatGPT деген көптеген тағы да басқа көптеген сайттар бар. Сол сайттар арқылы қазіргі бастауыш сынып балаларының өз солын қолдану арқылы олар келешекте ұбт-ны қалай өз миларымен тапсырады. Қазірден сондай нәрсеге үйренсе, ертең ол балалардың ойлау қабілеті бәрі үлкен алдарына үлкен крес болайын деп тұр. Бұның өзі оған не дейсіздер? Менің ойымша, ол адамдардың миын уламайды деп ойлаймын. Олар оны балалардың өзі күнделікті қолданады деп айта алмаймын. Себебі ол жасанды интеллект, ол жалпы бізге осы пайдалы ақпараттарды және де қосымша ақпараттарды алуға көмектеседі. Мысалы, бізге презентация, тағы да басқаларды бергенде біз Gamma платформасын қолдана аламыз. Себебі ол жерде бізге көптеген дизайндар және де көптеген ақпараттарды алуға үлкен мүмкіндік береді. Менің ойымша, ол уақыт үнемдеу жатады деп есептеймін. Бірақ та тек пайдалы жағынан ғана емес, үйге берген үй тапсырмасын және де есте жаз десе де содан апарып алады, тақырыбын жазып көшіріп апарып беретін балалар көп. Олар ертең өз ойларын толық жеткізе алмайтын болады. Үлкен ортаға шыққан кезде өз ойын айта алмай, ChatGPT-ға андай сондай қосымша программаларға жүгінбейді ғой. Сөз бергендеріңізге рахмет. Бұл жерде біз айтқанбыз, жасанды интеллектті біз өміріміздің бір бөлігі ретінде санауымыз ол қате. Ол аты айтып тұрғандай жасанды интеллект. Мен өзімнің сөзімнің қорытындысына келгенде айтқан болатынмын. Біз жасанды интеллектті өміріміздің, миымыздың бір бөлігі деп қолдануымыз ол әрине қате. Мен айтқанмын, жасанды интеллектті дұрыс пайдаланып, оның артықшылығын қоғам игілігіне пайдалануымыз қажет. Ал оқушылардың осындай құйтырқы әрекеттерге барып, үй тапсырмасын осылай көшіруін әрине біз оны қадағалауымыз керек. Оларға осыншалықты еркіншілік беру ол қате. Және де біз осы жасанды интеллектті осы мектепте пайдаланғаннан көрі тиімді жағын пайдалануымыз қажет. Қазіргі таңда ата-аналардың толық күні бойы жұмыста екені рас. Ата-аналар 100% толық әр бала сабақ оқыған кезде қасына қадағалап, сен мынадан не жазып жатсың деп айтатындай ешқандай ата-ана қазір жоқ. Қазір әркімнің өз жұмыстары бар. 100% ата-ана оны қадағалап, қасына бір адам барып, сен мынадан көшірме деп айтатын қазір адамдар кездестірмедік. Ондай адам қажет емес. Жасанды интеллект сен жаңа қажет деп айттың. Ондай адам қажет емес. Ол жасанды интеллект арқылы осындай программа жасалған, контроль детей деген. Ол баланың телефонына орнатылып, осы бала қай жерде не істеп отқанын қадағалауға болады. Балалар қазіргі балалар, барлығы ақылды ғой. Ол ата-ананың контролынан былай да шығып, өз телефоны арқылы оны бұғаттап ұстай алады ғой. Бұғаттай аламайды. Бұғаттай алады. Жарайды. Жасанды интеллекттің зиянды жақтары туралы ойланғанда, оны әртүрлі салаларда пайда болуы мүмкін қауіптер мен мәселелер арқылы
түсіндіруге болады. Мысалы, жұмыстың орындарының қысқаруы. Аргумент ретінде жасанды интеллект технологиялары адамның қол еңбегін алмастырып, көптеген салаларда жұмыс орындарының қысқартып жатқаны туралы айтуға болады. Мен мысалға автоматты кассалық ақпараттардың енгізілуі дүкендерде кассирлердің, яғни сатушылардың санының азаюына әкеледі. 2020 жылғы мәліметтер бойынша Mass-Kenney Global Institute зерттеуінде жасанды интеллект мен автоматтандыру 2030 жылға дейін 400 миллионнан астам адамның жұмыссыз қалуына әкелуі мүмкін екенін көрсеткен болатын. Екінші, этикалық мәселелер. Жасанды интеллекттің шешім қабылдау процесі этикаға қайшы болуы мүмкін, немесе адам құқықтарын бұзуға әкелуі мүмкін. Оған мысал ретінде Қытайдағы бейне бақылау жүйелерінің қолданылатын жасанды интеллект алгоритмдері адамдардың қозғалысын бақылау және әлеуметтік кредит жүйелерін қолдануда. Бұл жеке өмірдің құпиялығын шектейді. Сонымен қатар Amazon компаниясының жасанды интеллект жүйесі жалдау кезінде әйел кандидаттары мен басында ребатқа шықтым. Кезінде әйел кандидаттардың жиі дисквалификацияланғандығы белгілі болған. Себебі ол бұрынғы гендерлік теңсіздікті үйренген болатын. Үшінші, қауіпсіздікке қатер. Аргумент ретінде жасанды интеллект технологияларын зиянды мақсатта қолдану қауіп-қатер тудырады. Мысалы, кибершабуылдар мен жалған ақпарат таратудың дамуы. Мысалға, дипфейк технологиясы адамдардың видеоларын өзгертіп, оларды жалған мәлімдемелер жасауға ұқсатып көрсету үшін қолданылады. 2021 жылы дипфейк қолдану арқылы қаржылық алаяқтардан $250 миллион шығын келтіргені тіркелген болатын. Төртінші, алгоритмді бейтарапсыздығы. Жасанды интеллект шешімдері көбінесе алгоритмдердің деректерге негізделген алаушылығын биас зардап шекеді. Мен мысалға 2018 жылы ProPublic зерттеуі ақшта қолданылған жасанды интеллект сот жүйесінде афроамерикалықтар қате түрде қайта қылмыс жасауға бейім деп бағаланғанын анықтаған. Бұл жасанды интеллекттің тарихи деректері теңсіздікті үйренуінен болған. Бесінші, адамдардың байланыстарының әлсіреуі. Жасанды интеллект технологиялары адамның арасында тікелей қарым-қатынастар алмастырып, эмоционалдық байланыстарды әлсіретуі мүмкін. Мысал ретінде, көптеген қызмет көрсету салаларында адамдардың орнына чат-боттар қолдануға. Salesforce компаниясының зерттеуі бойынша 2019 жылы тұтынушылар 77% компаниялардың жасанды интеллект қарым-қатынаста жиі қолданылатынын байқаған болатын. Алтыншы, әскери мақсатта қолдану қаупі. Жасанды интеллект технологиялары соғыс құралдарын автоматтандыруға әкеліп, жаһандық тұрғылықты бұзуы мүмкін. Мысалға, 2026 жылы Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында Ливиядағы қақтығыстарда автономды дрондар қолданылғаны анықталды. Бұл қарулардың өз бетімен шешім қабылдауы 30 секунд. Bir söyleyeyim ona. Бұл қарулардың өз бетімен шешім қабылдауы халықаралық заңдылықтарды бұзуға алып келеді екені анық. Сөз бергеніңізге рахмет. Жауап берсе бола ма? Жауап берсек бола ма? Жаңа айтылған факттерге жасанды интеллект жаман адамдардың қолында пайдаланып жатыр деген. Қалай сөйлеп, оны екінші спикер сөйлеп жатқан кезде ортасында айтып беріп қойған. Мен уақытта айтқанмын. Сіз нағыз бермей ақ Жюлияны аяқтасыңыздар. Алқалары. Сіздер мен аяқтасып отыр ғой, жауап беріңіздер. Сөз бергендеріңізге рахмет. Жаңа айтып жатсыздар, жасанды интеллект ол түрлі алаяқтардың қолында адамдарды алдау арқылы жұмыс істелінеді, немесе соғыс кезінде түрлі адамға өміріне қауіпті құралдарды қолданылады деп. Бірақ бір мойындау керек факт, ол жасанды интеллекттің әулеті зор. Бірақ оны алаяқтық немесе түрлі құйтырқы әрекеттер үшін қолдану ол технологияның кінәсі емес. Оны теріс пиғылда пайдаланатындардың мәселесі. Сол үшін біз жасанды интеллектті шешу, ол жасанды интеллектті дұрыс реттеу, қадағалау және қоғамды ақпараттандыру. Ал бұл уже
ал бұл ішкі істер министрлігінің қызметі. Сондықтан адамдарды түрлі жағдайларда ақпараттандырып оқыту керек. Халықты жасанды интеллект қолданылатын алаяқтық әдістер туралы хабардар етіп, күдікті жағдайларды тану дағдыларын күннен күнге дамыту керек. Тіпті заман қазір күннен күнге дамығандықтан адамдар әлеуметтік желілерде осы жасанды интеллекттің құйтырқы адамдардың қолында жүргенін біледі және түсінеді. Сондықтан қазіргі адамдар осындай жасанды интеллект арқылы адамдарды алдау, арбау бар екенін біледі және түсінеді деп ойлаймыз. Жауап берсеңіз болады ма? Қазіргі таңда андай екінің бірі неге қарызға кіріп кетіп жатқаны ол беймәлім. Неше түрлі мошенниктардың көптеген адамдарға бір емес 20-30 шақты адамдарға WhatsApp'та жаза алады. Маған 100 мың, 200 мың қарызға бере аласың ба деген ол қазіргі таңда көп нәрсе кездесіп жатқанын жағдайлардың бірі. Бұл жасанды интеллектке де қатысы бар деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда солай қарызға кіріп кету, дипфейк бағдарламасы арқылы адамдардың түрімен айтты ғой, жаңа 2021 жылы дипфейк қолдану арқылы қаржылық алаяқтардан $200 миллион дейін кіріп кетіп жатыр. Соның бәрі сол жасанды интеллекттің зиян жақтары деп ойлаймын. Сұрақ бар емес па? Порталының алдында сұрақ бар. Қазіргі уақытта сөз бергендеріңізге рахмет. Қазіргі уақытта медицина, білім беру және экология салаларында жасанды интеллекттің көмегімен шешіліп жатқан нақты мәселелер бар. Егер жасанды интеллект болмаса, бұл мәселелерді қалай тиімді шешедіңіздер? Жауап берсем, яғни біз неге жасанды интеллектке сенуіміз керек? Жалпы адамдар өздерінің қажеттіліктеріне, мүмкіндіктеріне сенсе, жасанды интеллекттің бұл жерде ешқандай қатысы болмас еді. Яғни технология емес, адам интеллектісін дамыту керек. Бұнда яғни көптеген жас мамандарды, дәрігерлерді, яғни жас мамандарды жетілдіріп, олардың білімін арттыру үшін көптеген оқыса, яғни интеллектсіз-ақ көптеген жағдайларды реттеуге болады. Осы медициналық салаларда диагностика, яғни диагноздарды осылай білім арқылы шешуге де болады. Тек жасанды интеллектке ғана сену, ол қате шешуді қабылдайды. Жауапқа қанағаттанамыз. Екінші сұрақ, біздің сұрақ, жасанды интеллект адам еңбегін жеңілдетеді дейді. Бірақ ол жұмыс орындарын азайтып, адам табысының айырылуына себеп болмайды ма? Жасанды интеллект ол кейбір жұмыс орындарын азайтуы мүмкін. Бірақ бұл әрқашан теріс құбылыс емес. Себебі тарихқа көз жүгіртсек, технология заманнан заманға дамып, түрлі машиналар, түрлі автоматтандырылған машиналар ойлап табылғанда адамның жұмысы едәуір жеңілдеген. Осылайша бұл да сол тарихтың жалғасы, яғни жасанды интеллект автоматтандырылған машиналарға қонып, адамның өмірін, жұмысын жеңілдетсе, ол адамды толықтай басып алып, оны жұмыстан айырады деген сөз емес. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Мен жақтаушы топтың 3-ші спикері Жамада боламыз. Құрметті аудитория, біз бүгін жалпы жасанды интеллекттің адамзат өміріне маңызы және де оның адамзатқа пайдалы іс-әрекеттері туралы анықтадық. Бұны біз жасанды интеллектті 2 топқа бөлеміз. Жаңа менің 2 спикерім айтып кеткендей, оны да топ-топтарға бөліп жақсы жақтарын айтуға болады. Біріншіден ол экономикалық тиімділікке жатады. Яғни жасанды интеллект ол еңбек өнімділігін арттырып, адамдардың өз күшінсіз денсаулықтарын сақтап қалуына да жақсы көмектесе алады. Мысал айтатын болсақ, қонақ үйлерді мысалға ала аламыз. Яғни қонақ үйлерде адамдарды қабылдап алу үшін адамның өзі емес, жасанды интеллект арқылы робот ойлап табып, қонақтарды қабылдап алуға бола алады. Екіншіден ол жасанды интеллект ең көбісінде медицина жағында қолданылған. Яғни бұрынғы замандағыдай адамдардың бір ауруын табу үшін ол адамның барлық жерін зерттеп,
оған көп уақыт кетірмей жасанды интеллект арқылы ол жердегі адамдарды автоматқа түсіру арқылы ол жердегі адамдардың барлық ауруларын анықтай аламыз және де ол жердегі дәрілерді шығаруға да көмектесе алады. Үшіншіден ол білім беру саласында, яғни ол оқушыларға қатты көмектеседі. Мысалы айтатын болсақ, ол қашықтықтан оқыту, яғни онлайн оқыту. Оқушылар бір қаладан келесі қалаға өзінің осы жасанды интеллект арқылы ақпарат ала алады. Оларға онлайн курстар, онлайн платформалар керек болады. Төртіншіден ол ауа райында. Яғни біз алдымыздағы 2-3 күннің ауа райын біліп, келесі күнге хабарлау үшін жасанды интеллект арқылы өзімізге керекті мәліметтерді ала аламыз. Жалпысы жасанды интеллект ол бізде мүмкіндіктер береді. Мысалы, мүгедек адамдар және де көзі көрмейтін адамдарға. Мүгедек адамдарға жасанды интеллект арқылы роботтар жасау арқылы оларды жүру мүмкіндігіне ие қыла аламыз. Ал көзі көрмейтін адамдарға да жасанды интеллект арқылы оларды көру мүмкіндігіне ие қыла аламыз. Қорытындылай келе, жасанды интеллект бұл тек технологияның емес, ол қоғамның барлық саласына тиімді әсер ететінін барлығымыз мойындаймыз. Ол экономикадан білім беру, медицина, барлық салаларда бізге жасанды интеллекттің көмегі ұшан теңіз. Сондықтан біз оны дұрыс жағынан пайдаланып, оның барлық артықшылықтарын қоғамға игілігіне қолдануымыз керек. Сөз беруге Саламатсыздар, мен даттаушы топтың 3-ші спикермін және де жақтаушы топтың 3-ші спикерін ребатылға шақырамын. Және сіздер айтқандай, онлайн сабақ дедіңіздер, жасанды интеллектке онлайн сабақтың ешқандай қатысы жоқ. Жасанды интеллектке онлайн сабақтың қатысы бар. Яғни біз бір қалада болатын болса, келесі қаладағы адамдарға онлайн арқылы, яғни жасанды интеллект арқылы хабарласа аламыз. Яғни сол арқылы бала өзіне келесі қаладағы адамнан білім ала алады. Біз жасанды интеллектке, сіздің ойыңызша онлайн түрде біз мысалы WhatsApp, Zoom деген сияқты программалармен хабарласа аламыз. Бірақ олардың жасанды интеллектке ешқандай қатысы жоқ. Қазіргі таңда онлайн сабақ үшін айтқан WhatsApp, Zoom деген программалар қолданылады. Оның ешқандай жасанды интеллектке қатысы жоқ. Жаңағы сіз айтқан Zoom, яғни WhatsApp онлайн платформалар, олар да жасанды интеллектке жатады ғой? Қалай жатады? Дәлелдеп беріңіз, қалай жатады? Яғни біз Zoom-ға жасанды интеллект кіргізу арқылы келесі адаммен байланыса аламыз. Егер жасанды интеллект болмаса, біз келесі адаммен мүлдем байланыса алмайтын едік. Ол да жасанды интеллектке жатады. Менің ойымша ол жасанды интеллектке жатпайды. Жасанды интеллект сіздің ойыңызша сізге қандай түсінік береді? Жасанды интеллект дегеніміз осы WhatsApp, Zoom желілері жатпаса да, Үшінші спикерге сұрақ қойылған, сен бірінші спикер оған жауап бере алмайсың. Мен үшінші спикер ғана келіп жасанды интеллект сен үшін қандай түсінік береді? Менің ойымша сіз жасанды интеллекттің не екенін толықтай түсінбедіңіз, өйткені жасанды интеллектке ол мүлдем қатысы жоқ. Менің ойымша жасанды интеллектке сіз түсінбеген сияқтысыз. Себебі ол жерде жасанды интеллект арқылы біз бір қаладан келесі адамға байланыса аламыз. Егер жасанды интеллект болмаса, біз оған көптеген хаттар арқылы, яғни оны көптеген уақыт күту арқылы оны біз күтіп отырмаймыз. Яғни тез хат алмаса аламыз. Жасанды интеллект деген негізінде, яғни робот, техника дегенде білдіреді да, бірақ сіз айтқан WhatsApp, Zoom, оның ешқайсысы жасанды интеллектке қатысы жоқ. Олар жай ғана онлайн программалар. Яғни адамдармен қарым-қатынас жасау үшін арналған. Оның ешқандай жасанды интеллектке қатысы жоқ. Өзіңіз айтқандай, олар онлайн программалар. Егер де ол жасанды интеллект болмаса, онлайн программалар жұмыс істемейді, солай ма? Жасанды интеллект Сіз менің айтқан мүлдем түсінбейсіз. Жасанды интеллект ол робот, техника сондай. Ал WhatsApp және Zoom ол жасанды интеллект дамымас бұрыннан шыққан. Ал жасанды интеллект, робот, техника, оның ешқандай қатысы жоқ. Ауа райында, сабағында ештеңе қатысы жоқ. Енді
мен үшінші спикермін, жаңағы даттаушы топтың ойын қорытындылаймын. Мен екі спикерімнің айтқан ойларын қосып және де өз ойымды қоса келе, жасанды интеллекті толығымен зиян деп айтқым келеді. Мен сіздерге оны осы фактілер арқылы дәлелдеп бере аламын. Ең біріншіде жұмыссыздық. Қалай десеңіздер, қарапайым халықтың жасайтын жұмысын осы жасанды интеллект жасайды. Яғни жұмыссыздық болатын болса, ол халықтың жағдайы нашарланса кедей болады. Яғни ол мемлекеттің экономикасының төмендеуіне үлкен зиян тигізеді. Екінші, алаяқтар. Осы жасанды интеллекті пайдаланып, қазіргі таңда көптеген алаяқтар көбейді. Жалпы Қазақстандан есептейтін болсақ, кез келген жалпы қазақтардың басында 85-90%-ның басында несие бар. Және де оның 20%-ын алаяқтар алды десек қателеспейміз. Яғни, қалай десеңіздер, қазір кез келген ұялы телефондарда Каспи, Халық деген секілді неше түрлі банктер бар. Және де біз сол банктер арқылы үйде отырып онлайн түрде бет әлпетімізбен несие ала аламыз. Ал алаяқтар болса, сол жасанды интеллекті пайдаланып, адамның бет әлпетін өзгертіп, сол адамның атына жалған түрде несие алып жатыр. Бұл тағы да халықтың экономикасына, мемлекеттің экономикасына үлкен зиян тигізеді. Үшінші, осы жасанды интеллект, яғни және айтқандай ChatGPT, тағы да ChatGPT, содан кейін жалпы чат-боттардың барлығы жалған ақпараттар таратылады. Яғни ол жалған ақпараттардың барлығы адамның құқығын бұзатын, не болмаса заңға қайшы жалған ақпараттар таратып, халықтың ойын, яғни халықтың ішіне іріткі салуы мүмкін. Келесі, осы жәнегі айтқан чат-боттарға көптеген оқушылар және ересек адамдар сүйенуде. Яғни бұл халықтың түбінде санасыздануына әкеліп соғады. Мысалы, жәнегі айтқандай оқушылардың барлығы осы чат-боттардан көшіреді. Өйткені чат-бот кез келген тапсырмалар, кез келген сұрақтарыңызға жауап береді. Бұл адамның түбінде санасыздануына әкеліп соқтырады. Және де осы жасанды интеллектке адамдар толығымен тәуелді болатын болса, біздің келешек ұрпақтарымыз өз ойымен жауап бере алмайтын, өз басында жауапкершілік жоқ, нашар ұрпақтар тәрбиелеп алуымыз мүмкін. Мен осы ойларым арқылы жасанды интеллекті толығымен зиянды деп айта аламын. Біз негізінде жасанды интеллекті қолданбас бұрын, пайдасынан бұрын ең біріншіде зиянына көп көңіл бөлуіміз керек. Себебі мынау жасанды интеллект қандай бір жағдаймен адамға тәуелсіз болып, сондай жағдай болатын болса, онда ол адамзатқа үлкен зиян тигізеді. Соның кесірінен біз орны толмастай үлкен қателік жасап алуымыз мүмкін. Біз осыларды ескермесек, үлкен қателік жасаймыз. Айтқым келетіні, болашақ өз қолымызда. Біз жасанды интеллектке емес, өз күшімізге, өз білімімізге сенуіміз керек. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қорытынды сөз кезегі енді Әділқазы алқаларына беріледі. Саламатсыздар ма? Дебатқа қатысушы қауым, дебат өте жоғары деңгейде өткізілді. Себебі алдыңғы жолы өткізілгеннен қарағанда бүгінгі өткізілген дебат жобасында мен үлкен серпілісті байқадым. Бүгінгі дебатта тоғыз
жаңалықтарды айта кететін болсақ, өте жақсы қатысты. Олардың алған және де айтқан аргументтері тікелей байланысты болды. Ешқандай ауытқу жағынан жоқ болды. Және де минустары да болды. Әрине, минустары олардың уақыттың басында уақытқа жетпей айтып кету. Сіздерде бірінші кезеңде 3 минут қана айтылды. Сіздерде 2 минут ұшып кетті десек те болады. Уақытынан ертерек аяқтадыңыздар. Және де екінші кезеңде жұлдыз шыққанда, жұлдыз көбінесе ақпараттарды көрермендерге емес, өзі оқып айтты. Бұл жерде сіздер оқып емес, бұны көрермендерге қарап, фактілерді кейбір уақыттарда ғана қарап айту керексіздер. Сол жері кішкене минусқа алып келді. Ал кімді айтатын болсақ, Бота өз ойын тікелей және де ешқандай көмексіз толықтай жеткізді. Бірақ та Ботада факттер аз болды, аргументтері жеткіліксіз болды. Бірақ та 9 сыныптарға менің көңілім толды. Жақсы батыл өткізді деп санаймын. Саламатсыздар, құрметті қатысушылар және де зал көрермендері. Бірден айта кетсем, кезеңдерге 10-шы сыныптың бірінші кезеңіне тоқталсақ, негізі шарт бізде 6 минут болды, бірақ олар уақыттан артық уақытқа жетпеді деп айтуға болады. 5 минут сөйледі. Жалпы жасанды интеллекттің әлсі, соның тиімсіз жақтары көп айтылды, және де өте өзекті мәселелерді қозғады, қауіпінді айта кетті. Бірақ уақытқа олар сыймағандықтан 7 балды берілген, яғни қағазға көп қарады. Және де орысша сөздердің көп қолдануы осыда. Екінші кезең негізі 10-шы сынып, қарсыласқа сұрақ қоюмен ерекшеленді осы сынып, 10-шы сыныптар. Олар жалпы өз ойын еркін айта білді, және дебат барысында көп күлкі болды. Сахнада көп күлкі болды, яғни уақытта артық сөйледі. Осының барлығы көп мысал нақты, жалпы көп мысал айтты. Парақта көп мысал айтты, және де оның барлығы нақтылықта болмады. Сол себепті 6 балл. Үшінші кезең, жалпы 10-шы сыныпта факт аз, жауап толық емес, уақытқа жетпеді. Көбінесе 6 балл. И және 4-ші кезеңде бізде жалпы бір-біріне жалпы сыйластық болмады. Ең біріншіден осы байқалғаны, ол яғни мәдениеттіліктің бұзылуы. Бізде негізі дебаттың негізгі шартында ол мәдениеттілікті сақтау болды, бірақ сахнада сол бұзылғаны байқалған. Оны білетін шығарсыздар. Және де бір-бірінің ойының бөлу және түсініспеушілік. Сұрақ қояды, бірақ оған толық жауап бермейді, либо бұл сұрақты ол түсінбей қалады. И в общем сондай түсініспеушіліктің барлығы балға әкелді. Яғни ақпараттың қайталануы уақыттан артық сөйледі, сол себепті 6 балл. Енді ортақ осы бар балдарды қоссақ, 9-шы сынып бізде 26 балл, 10-шы сынып 24 балл жинаған. Құрметті қатысушылар және көрермендер, осымен бүгінгі біздің жасанды интеллект және адамзат атты пікірсайыс сабағымыз аяқталды. Қатысушыларға және көрермендерге көп рахмет. Жалпы осы жасанды интеллект жайлы біз нақты бір тұжырымға келе алмаймыз, себебі оның белгілі бір мөлшерде пайдасы және белгілі бір мөлшерде зияны бар. Ары қарай оны пайдалану барлығы ол болашақ ұрпақтың келешек ұрпақтың қолында деп айта аламын. Барлықтарыңызға көп рахмет.